Баршаңызға сәлем. Бүгінгі мәзірде пицца болонезе. Ол үшін бізге керек ең бірінші қамырын жасап аламыз. Қамырына керегі 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық зәйтүн майы. Міндетті түрде зәйтүн майын қосуға тырысыңыздар, өйткені бұл май қамырға ерекше жұмсақтықпен дәм береді. Одан кейін жылы су құямыз. Бәрін араластырамыз. Мен алдын ала ұнды илеуіштен өткізіп алдым. Ұнды суға біртіндеп құямыз. Бәрін бірден салмаңыздар. Әйтпесе қамыр қатты болып қалады. Бірінші қасықпен илеп алдым. Сосын қасықпен илеу қиын болғаннан кейін қолмен ыса бастадым. Қамыр жабыспас үшін кішкене ғана шай қасықтай сұйық май қолыма құйдым да қамырды ыстым. Қамырды ысып болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге шамамен 1 сағатқа қойып қою керек. Енді соусын дайындаймыз. Соус ерекше болу үшін мен бір үлкен қызанақты блендерден өткіздім. Одан кейін ысып тұрған табаға 2 ас қасық сұйық май құйдым. Ұсақталған қызанағымызды құйдым үстіне. Қызанақтың соусы пиццаға ерекше дәм береді кетчупқа қарағанда. Енді соусқа 2 сарымсақты үкіштен өткіземіз. Бір түйір тұз саламыз. Жарты шай қасық орегано, ерекше дәм береді орегано. Одан кейін қара бұрыш дәміңізге қарай. Қайнап болғаннан кейін плитадан алып тастау керек. Енді қоспасын дайындаймыз пиццаның. Ол үшін мен жуаны бір жуаны ұсақтап турап алдым. 2 ас қасық сұйық май құйдым табаға. Бір қыздырып алу керек асын. Одан кейін кесілген туралған жуанымызды салдым. Жуаны қуырамыз ағарғанға дейін. Одан кейін тартылған етімізді саламыз. Менде 300 грамм тартылған ет. Бұл ет 2 пиццаға жетеді. Және қуырылатқан етімізге 2 сарымсақты ұсатамыз. Одан кейін жарты шай қасық тұз, қара бұрыш татымына қарай. Жаңағы дайын болған соусымыздан 3 ас қасық соус құйдым. Араластырамыз. Шамамен 100 немесе 50 мг су құйдым. Осыдан кейін табаның астын баяулатып қоямыз да 15 минут пісіреміз. Енді көтерілген нанымызды жаямыз. Ең бірінші қолмен кішкене жайып алдым да, одан кейін оқтаумен жайып шықтым. Қамырды пергаментный қағаздың үстіне бірден жайған дұрыс, өйткені оны противенге табаға өткізген жеңілірек болады. Содан кейін қамырдан шетін жабыстырамыз. Ол не үшін керек дейсіз, өйткені қамыр домаланып әдемі көрінеді жабыстырғанда. Шетін әдемілеп тұртып тағып бір жайып алыңыздар. Содан кейін жаңағы дайын соусымызды үстіне жағамыз. Соусты жағып болғаннан кейін үстіне сыр саламыз. Сыры менде моцарелла, сіздер сулугуни қолдансаңыз да болады. Сырды көп қоспаңыздар, астына көп керек емес. Одан піскен еттің жартысын саламыз. Етті салып болғаннан кейін үстіне қалған сырымызды саламыз. Осы уақытта мен пешті 250 грамм максималды отқа қойып қойдым. Содан кейін жаңағы пиццамызды 5-6 минутта пісіреміз пеште. Одан көп қойсаңыз, қамыры қатты болып қалады. Көп қоймаңыздар. Ал бәрі дайын, астарыңыз дәмді болсын.